Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай дәмді, жасауы өте оңай апельсинді пирогтың рецебін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Дайын болған кремді салқындатып аламыз. Ең алдымен пищевой пленканы ыдысымызға төсеп аламыз. Одан кейін кремімізді жағып, печеньеларды қоя бастаймыз. Осылай печеньеміз біткенше тортымызды жасаймыз. Дайын болған торттың бетін жауып, холодильникке 5 сағатқа қойып қоямыз. Торттың бетін әсемдеу үшін глазур жасайтын боламыз. Ыдысты отқа қойып, сүтті құямыз, сары майды саламыз. Одан кейін қант ұнтағын немесе қантты, какаоны салып, жақсылап араластырамыз. Суығаннан кейін кондитер мешокқа салып, торттың бетін әсемдейміз. Мінеки құрметті көрермендер, осымен біздің тортымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жұмсақ, тәтті болып шығады. Торт жасай алмаймын деген адамның өзі жасай алады. Менің видеом ұнаса комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.